5 сыныпқа арналған жаратылыстану пәні бойынша оқу әдістемелік кешені оқулық пен мұғалімге арналған нұсқаулықтан тұрады. Оқулықтың құрылымы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес құрастырылған. Оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін теориялық материалдар, қажетті практикалық бағдарланған тапсырмалар, зертханалық тәжірибелер және практикалық жұмыстармен теңестірілген. Оқулықтың кіріспе қосар беті оқушылардың ойларын жинақтауға көмектеседі. Осы қосар бетте білім мен дағдыларға шолу, қысқаша иллюстрацияланған нақты материал ұсынылған. Берілген сұрақтар оқушылардың ойлау қабілетін белсендіреді, жан-жақты ойлануға және бөлімдегі материалдарды оқу үшін дайындалуға ықпал етеді. Сонымен бірге тіршілікпен байланысты фактілер ұсынылған. Әр тақырыпта білім мен дағдыларға шолу жасалып, тақырыпқа сәйкес иллюстративті материалдар берілген. Кілт сөздер оқушылардың түсініктерін қалыптастыруға бағыттайды. Ал қысқаша теориялық материал сыни ойлауды дамытуға арналған кіріктірілген сұрақтар арқылы ашылып, тереңдетілді. Оқулықтағы әр қосар бетте зерттейік, есте сақтайық, ойланайық айдарлары тақырып бойынша берілген қарапайым тәжірибелер мен зерттеулер жүргізу, деректерді бақылау, салыстыру, бағалау және талдау арқылы жаратылыстану құзыреттілігі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Сен білесің бе айдары тақырып бойынша қызықты фактілерді қамтиды. Оқушылардың тақырыпты одан әрі зерттеуге деген қызығушылығын арттырады. Оқулықтағы теориялық материал сыни ойлауды дамыту сұрақтары арқылы ашылып, күнделікті тіршілікпен тығыз байланысады. Оқулықтағы суреттер, сызбалар мен иллюстрациялар ғылыми мәліметтерді талдауға және өңдеуге бағытталған. Оқулықтың мазмұны оқу бағдарламасын қолдайды және функционалдық сауаттылықты қалыптастырады. Құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіру құзыреттілігі жауаптарды ғылыми негіздеу, тұжырымдау, құбылыстарды фигуралар және схемалар бойынша түсіндіру және сәйкестендіру тапсырмалары арқылы ашылады. Жаратылыстану зерттеулерінің ерекшеліктерін түсіну құзыреттілігі зерттейік айдары арқылы ашылады. Онда жаратылыстану зерттеулерін жүргізудің әдістемесі және процедуралық білімі дамиды. Оқулықтардың мазмұнына қорытынды жасау үшін деректерді интерпретациялау және ғылыми дәлелдемелерді қолдану құзыреттілігі тапсырмаларда ғылыми дәлелдерді іздеу және тұжырымдар жасау арқылы белсендіріледі. Оқулық заманауи педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдайды. Теориялық материал, проблемалық сұрақтар, топтық және өзара оқытуды қолдану арқылы ашылады. Оқулықтағы саралау тәсілі қосымша материалдарды оқып, тақырыпты өз бетінше терең деңгейде зерттеуге арналады. Қалыптастырушы бағалау түрлі деңгейлі тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады. Оқу әдістемелік кешен оқулық пен мұғалімге арналған нұсқаулықтан тұрады. Әдістемелік нұсқаулықта теориялық және тапсырма материалына толық түсініктемелер берілген. Нұсқаулықтың негізгі мақсаты мұғалімге 5 сыныпта жаратылыстану пәні бойынша курсты оқытуда әдістемелік көмек көрсету. Мұғалімдерге арналған нұсқаулықтың құрылымы оқулық мазмұнына сәйкес құрастырылған және оқулықты пайдалану бойынша нұсқаулардан тұрады. Нұсқаулықта сабақтарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік ұсыныстар беріліп, оқушылардың толық шешімдері және қиын тақырыптарды оқытудың нақты формалары мен әдістерінің рөлі мен орны көрсетілген. Сабаққа ескертпе ретінде сыныпта сабақтың әртүрлі кезеңдеріндегі жұмыстарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқауларды қамтиды. Нұсқаулықтың мазмұны теориялық материалдарды бағалауға, тиімді жүзеге асыруға арналған әдістемелік нұсқаулықтар мен зерттейік, ойлан айдарларын қамтиды. Бөлімнің соңғы бетінде оқыту нәтижелерінің тізімі мен тапсырмалардың жауаптары берілген. Сонымен, 5 сыныпқа арналған жаратылыстану пәні бойынша оқу әдістемелік кешені жоғары деңгейлі дағдыларды оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып дамытады, оқу мақсаттарын жүзеге асырады. Оқулықтың мазмұны ғылыми жаратылыстану құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған және оқушыларды оқуда және тіршіліктегі мәселелерді шешуге үйретуге бағытталған. Оқулық ғылыми жаратылыстану құндылықтарын, педагогикалық тәсілдер мен қағидаларды, дағдыларды дамытуға бағытталған. Оқулықтың білім алу үдерісінде оқушы жаратылыстану ғылымдарының метапәндік дағдыларын зерттеу, жобалау, түрлі деңгейлі сұрақтарға жауап беру арқылы қалыптасады.
Мұғалімге арналған нұсқаулықта оқулықтағы барлық тақырыптар бойынша әдістемелік ұсыныстар берілген. Сонымен бірге оқу бағдарламасының мазмұнын тиімді игеруді қамтамасыз етеді.